Егерде біз полиция қызметкері болсақ. Ау. Сүр. Оп. Чё там, братан, не делаешь? Товарищ Тұрсынбай Азамат Жалғасбекұлы. Иә, сол кісі. Құжаттарың бар ма? Бар. Нан ұсындыршы. Нан ұсын? Ай, бар екен. Болды сендік. Ема багажникті ашыңызшы. Ашыңызшы. Нақұрыс, исәләң. Не сабағасың ақ? Ұят емес пе мынау деген, а? Қылмыскер неме? Не мынау? Шокер ма? Иттерден қорғанайын деген ма? Иттерден? Бывшаяларынан ба? Бывшая Айка дейсің. Болды, алдын көрсетші біз. Не істейміз ена шокер? Аға келсек та. Құрт. Көтіңізге тыңыз, ұялмайсыз ба? Ана лучше правила үйренсей сол ақшаға. Барып, бала шаға апарып бермейсің ба барып? Қанша ана жерде? 30 мың. 30 мың? Оңбаған неме? 30 мың дейді ғой. Алдыңда жетсен келі, алған жоқпын. Мына шайнек сатып ақша істейік онда. Шаң болып қалған ба мына жері? Не болды? Сен ба кәрі жек тұрған? Ха-ха-ха-ха-ха! Мен жейінмін! Сен жинбессің ба? Салмын ғой. Сен жинсің ғой? Дим. Сен жинсің ғой? Дейміз. Сендер мені шайнектен босаттыңдар. Бір тілек айтыңдар. Бірінші тілегіміз ауырма сырқама аспаның ашық болсын саламын беске оқы. Ой, мал, ондай тілек емес. Онда бізге бір уақыт бер. Жаңа біз ақшадан қысылып тұр едік қой. Не тілейтін болыңдар? Бізге онда гольфтың таяғын бер. Орындалды. Рахмет. Еба. Асылаң братан, Абай правда қанша? 5 мың. Еба, қой, кете берейін жайы. Ана қызды қараш. Еба. Вот ваш счет. Ебать. Брат, өзің төлейсілам. Ебать. А чё? Капчо. Ебать. 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 Прикинь, братан, акуланы етін шашлик жейміз ғой, конкретно капу. Алло. Ебать. 10 этаждан секіре алмайсың дейм. Ебать. Айтып болсам секіре алам. Ебать. Тасып кете беретін роднойың. Деп маған діңгілдемей қойсын, түсіндің ба? Әйелсің ба? Әйелсің, орныңды біл конкретно. Мен шешем барлығын, түсіндің ба? Жабы болсын. Айбы, мама мен номерден шатас кеттім. Чорт, ашсай кеп тұрың ғой. Медет ойнамасай, чорт, ашсай. Ал, бүгінгі Азамат Абзал кеп. Азамат Ардақ. Азамат Айгүл. Бүгінгі тойларың құтты болсын. Ал ағайындар, таныс қойыңдар, Асқар деген жігіт ынтымақ Айбол деген жігіт. Асқар емес па? Шатас кеттім. Кім Медет мені мұна? Асқар мұна? Аңи мен, мұнау Асқар. Атың кім еді? Медет. Сен кім едің? Ынтымақ. Таныспай қойыңдаршы. Ғаламшарда 7 миллиардтан астам интеллигентный адамдар өмір сүреді, бірақ мына екеуі ол қатарға кірмейді. Жіктер әңмен қысқасы телефон асы кө. Түсінбейсіңдер ғой бірақ ондайды. Әңмен асы, телефон либо ақшаларын қойып кетсіңдерші мына жерге. Телефон ба? Бұлақ қойдым братан. Топас. Қой деген сөз түсінбей тұрсың ба? Жерге қойып атқан, скамейкаға қойса кір болады ғой. Немене кішкентай бала ұқсап ойнап тұрсыңдар екеуің? Сем. Бөріп көзіңнің оттарын жағып жіберейін ба? Братан, қойшы ұрмаш бізді. Қойш деген нес? Көзіне от жағарам деп тұрып, көректі от жағар. Братан, стыш. Давай. Шықты ма сенен? Жоқ, походу бізді алдап кетті. Қой кішкене сабыр болса, ертең шығатын шығар, таныс братанға алдамайды ғой. Қатадағы жизалы. Ішпеңдер, шекпеңдер. Артық адам әкелмеңдер. Ой, тәте, екеумізге басқа ішпейміз, жекпейміз, сау болыңыз. Еш жоқ олай, Жауыңдар. Кесін шықын.
мына диван да жұмсақ сияқты. Фу, ебана, бірдеңе жайдашы, а то невозможно мына. Менің соткам қай жерде тұр? Еба, бақа. Аяқ киіммен жүрген емес, біз жалаңмен жүрген ғой. Адам жатыр ғой, шешсең аяқ киім. Ой, қоя қойшы, сен неміз ғой бәрі. Еба, жігіттер, тыңдамаймыз деп келістік қой. Мына қараңда пиво алып қойған. Походу, жігіт пен қыздікі біздің алдымыздағы. Қыз яғын ішеді бәрі. Жігіттер, диванға постель жаймадық. Еба, қолым суға тиіп кетті ма, бірден болды ғой. Мама, апарып тастақшы.